сәлеметсіздер ме? Мына Әйгерім қызымның жобасына байланысты мен сіздерге бесік жайлы сәл мәлімет айтқым келеді. Бесік қазақтың ең бір киелі құралының бірі. Ерте заманнан келе жатқан мұра. Қазақ халқы көшпелі халық болғандықтан бесіктің пайдасы өте зор. Себебі нәресте дүниеге келгеннен кейін бесікке салып көшкен кездерде жүру өте ыңғайлы болған. Сондықтан осы бесік сонау ерте заманнан келе жатқан затымыздың бірі. Бесікте жатқан бала бес түлейді дегендей. Бесіктің пайдасының зоры соншалық, бала біріншіден таза, тыныш ұйықтайтын болады. Себебі бесіктегі балалар, міне көріп тұрсыздар, мына жерде мынандай сәл ғана мынандай тесік бар. Бұл жаңағы тазалыққа байланысты түсіндіріп кетейін дегенім. Бұл жерде түбек тұрады. Түбек шүмек арқылы баланың жаңағындай таза дәретінің жайылмауына өте маңызы зор. Сол бала жаңағындай тазалыққа осы бесік арқылы үйренсе, бесіктің екіншіден ол өте жылы жатады. Ал жылы дені сау бала осы бесікте жатып әрине өте жақсы өсіп дамиды. Бесіктің тағы бір тәрбиелік мәні балалар. Бесік жырын айтқан кезде әжесі болсын, анасы болсын, ол біріншіден өзінің жаңағы есту арқылы өзін бала мейірімділікке тәрбиеленеді. Өте бір көңіл күйі жақсы болады. Сондықтан бесіктің осындай пайдасы көп. Бесіктің бірнеше түрі бар. Жер бесік дейді, мынау сол жер бесікке жатады. Аспалы бесік бар. Аспалы бесікті кәдімгідей төбеге асық қойып, сөйтіп баланы, нәрестені бесікке салады. Бесіктің құрылымына қарайтын болсақ, балалар, бесік қайыңнан, қарағайдан жасалады. Ал ең ыңғайлы бесік ол талдан иіліп жасалады. Ол өте жаңағындай жеңілдігімен, ыңғайлылығымен, осындай жорықтарда жүргенде қазақ халқы сол тал бесікті көбірек пайдаланған. Ал енді айта кететін болсақ, бесіктің жаңағы Орта Азия халықтары да әртүрлі үлгіде жаңа пайдаланған. Бірақ қазақ халқы әлі күнге шейін осы бесікті пайдаланады. Менің өзім 15 немере 2 шөберенің әжесі болып тұра, өз балаларымды да осы бесік арқылы өсіріп жеткіздім. Кейінгі кездері келіндеріме де осы бесікті пайдаланып, немерелерім де, шөберелерім де осы бесік арқылы мінеки дамып, өсіп жетіп келеді. Бесіктегі бала аяғы дүзу, дені сау болып өседі. Себебі бесікке салған кезде балалар ол жаңағы құндақтаулы болғандықтан ол шошымай өте жақсы тыныш ұйықтайды. Ал қазіргі заманға байланысты айтатын болсақ, үй шаруасындағы сол нәрестенің балалары үй шаруасын жаңағы істеп жүру үшін осы баланы бесікке салып құндақтайды. Бесікте жатқан бала тыныш, біраз уақыт ұйықтайды. Сондықтан анасы оның үй жұмысының біразын тамамдап барып, жаңағы осы баланың бесікте жату арқылы жұмыстарын аяқтайды. Ал енді тағы да бесік туралы айтатын болсақ, манағы мен айтып кеткен бесік жырына байланысты менің өзімнің білетін бір-екі шумағын айтып жіберейін сол бесіктің. Әлди әлегім, ұйықтай қойшы бөбегім, жата ғой балам, жата ғой, жілік шағып берейін, байғұтанның құйрығын жіпке байлап берейін деп баланы ұйықтар алдында көңілдендіріп, маужыратып ұйықтауға бесік жырының маңызы өте зор.